Каналға қош келдіңіздер. Каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ақсарбаз кітабы 5-ші цикл. Бар Кохба. Жұлдыз перзенті атанған Симон Римге қарсы көтеріліс бастап жеңіліс тапты. Сөйтіп өткен ғұмырларындағыдай цикл басында өлтірілді. Алайда бұл ғұмырдың ерекше мәні бар. Себебі тарихтың қалауы мен Бар Кохбаның христиандарға ешқандай қиянат көрсетілмесін деген жарлығы жазылған ескі қағаз сақталыпты. Яһудилердің басқа дінді мойындамайтын қиястығы белгілі. Сондықтан бұл құжат Бар Кохбаның яһуди ортодоксы Савлдың жалынды христиан Павелге айналған өткен ғұмырын айғақтайтынын байқау қиын емес. Бұл құбылу Савлдың бұрынғысынан да биік рухани шыңға көтерілер алдында заңғар биіктен төмендеген сатысы. Осы ғұмырмен бірге яһудидің ұлттық кармасы аяқталады. Ориген Мысырда Зұлқарнайын салдырған Александрия қаласында дүниеге келіп, сол Зұлқарнайын қиратқан Тир қаласында жазаланып өлтірілді. Өткен ғұмырынан келе жатқан карма қарызы осылай ғана қайтатын еді. Ориген өзіне дейін құбылғандардың мәжуси Римге қарсы күресін жалғастырды. Өмір бойы Ескендір Зұлқарнайынның жолымен жүріп, соның қарызын өтеді. Рухани салада апостол Павелдің уағызшы жолымен жалғастырды. Ориген барша тіршілік иесі бұлтармас жолмен өрлеп, жаратушыға оралады деген жалпыға ортақ құтқарылу идеясын уағыздады. Еділ патша, ғұн тайпаларының бірінің көсемі, Мұңзықтың ұлы. 434 жылы бауыры Бледамен бірігіп, ғұндар және Дунай мен Днепр арасын жайлаған славяндардың арғы тегі анттармен арадағы әскери одақты басқарды. Сахара жасағы тек осындай одақ құрып қана оңтүстік батыс Европаның қала қамалдарын шабуылдай алатын. Еділдің інісі саят құрып көңіл көтергенді ұнататын. Сондықтан Еділдің биік рухы көздеген карма жоспарының жүзеге асуына анық кедергі болды. Осыдан соң Еділ бауырын биліктен алыстатып, бірлескен тайпалардың қағаны болды. Сосын Сақадай сай әскерінің басын Балқан өңіріне бұрып, Константинопольге дейін барды. Одан кейін бағытын күрт өзгертіп, бүкіл Франция жерінде өмір сүріп жатқан галдарға қарсы жорыққа шығып, Орлеанға дейін жетті. Орлеан түбінде болашақ Францияның ұлы аналық негізін түсінде көрді. Онда оған Жанна d'Арк даңққа бөленіп күтіп тұрған қаланың келешектегі маңызы жария етілді. Сондай-ақ Еділге келешекте Францияда туып, ұлы Карлмен бірге Испания үшін соғысатындығын аян етілді. Еділ осы аяннан соң 451 жылы Орлеанды тастап, Каталун жазығына шықты. Бұл жерде оның жолын римдіктер мен галдардың біріккен жасағы кескестеді. Шайқаста еш тарап жеңіске жете алмады. Еділ қатты ыңғайсыз сезімде болды. Өйткені Рим армиясының қолбасшысы оның балалық кезінен бірге өскен досы және бауырласы Аэци еді. Сондықтан да өмірін арашалаған адамға қарсы қылыш сілтеп, Рим галдың ғұрпымен айыпталмайтын іс қылған аярда сатқыны інісіне қарсы шайқаста Сахара перзенті Еділ тіпті ауыр атты әскерінде пайдаланбады. Аэци Римнің ғұндарға жіберген аманат еді. Еділ онымен дос болды. Ғұн көсемі болған соң оны өзіне жақын тартты. Аэци Римге қарсы әлденеше рет көтеріліс бастап, жеңіліс тауып, қашқанда оның бірнеше рет ажалдан құтқарған осы Еділ болатын. Аэци ғұндардың осал және күшті жерлерін жете таныды. Сондықтан оның өз жарылқаушысының ту сыртынан жасаған аяр соққысы ауыр дейді. Бұл көшпендінің санасына сыймайтын сатқындық еді. Осы батыс тарихшылар үшін түсініксіз шайқастан соң Еділ Спартактың жолын қайталап 452 жылы Римге аттанды.
империяның солтүстік бөлігін бүкіл қамалдарымен қоса талқандады. Оның Римді талқандауға кармалық толық құқығы бар еді. Алайда христиандар Риміне тиіспей, тек құн төлеумен шектелді. Аристоник, Спартак, Павел, Бар Кохбаның Рим басқыншылығына қарсы күресін ғұн патшасы аяқтады. Еділ жорықтары жеңімпаздың батысқа бағытталған ілгері кейінді қозғалысына жол салып берді. Омар I, мұсылмандардың екінші халифы, Омар қолбасшы өз жолын Мұхаммед үмбетін қуғындаудан бастады. Жоғарыдан аян алып, мұсылмандар үшін ең қиын шақта Мұхаммед пайғамбар ілімін қабылдады. Жауынгер Омардың тегеуріні арқасында ислам Сирия, Мысыр, Парсы жерлеріне тарады. Бұл жорықтарда Омар Ескендір Зұлқарнайынның жиһангерлігінің бір бөлігін карма тұрғысында қайталады. Тіпті Омар өлген соң да бұл карма сценарийі арабтар тарапынан жалғасын тапты. Орта Азияны жаулауды арабтар біздің дәуірдің 751 жылы Сахара шегіндегі Талас өзеніне келіп тоқтады. Болашақ ғарыш сарбазының ұлы рухы соңғы ғұмырында өзін жаратуға тиіс халықтардың жеріне басқыншылық жасалуына жол бермеді. Сондықтан болашақ 6-шы саты халқы мен дүниеге исламды берген ел арасында ұнамды карма байланысы сақталды. Омар мұсылмандар халифы ретінде дін жолындағылар үшін рухани міндетіне адалдықтың үлгісі болып қалды. Күнделікті тұрмыста ол қарапайым, ұстамды адам ретінде танылды. Бозбала шағында күйшілер мен бишілер бас қосқан көңілді отырыстарда шарап ішкенді қатты сүйетін. Күш қайраты бойын кернеген жас Омар исламды қабылдай сала осының бәрінен бас тартты. Рух күйкі дүниені жеңді. Омар өлгенше марапат байлықтан жиреніп өтті. Халиф кезінде ол мұсылман қазынасы мен қоғам мүлкін әділ жұмсады. Қарып қасер мен жорықта өлген діни қарындастарының туыстарынан қаржы көмек аямады. Сонымен қатар Омар қарсы көп туыстарына еш артықшылық берген жоқ. Олар әміршіден әлдебір жеңілдік сұрауға батпайтындай еді. Парсы елін жаулау жорықтарында Омар кармасын ауырлатып алды. Нәтижесінде Парсы құлының қолынан қаза тапты. Алайда мұсылмандар халифының өлімі кейін әмір темір жорықтарымен білінген. Бұрынғыдан бетер ауыр салдар тудырды. Омар билігі кезінде ислам нығайып қана қоймай, әлемдік дінге айналды. Омар иерархия заңын бұлжытпай орындады. Мұхаммедтің тірі кезінде рухани ұстазының тасасында болды. Мұсылмандар халифы болып, ислам иерархиясының шыңына шыққанда ғана қолбасшының карма мұратын жүзеге асырды. Өткен құбылуы мен екі арадағы байланыстың айрығы Жақып сатысы сияқты Иерусалим сарайларының бірінде мұсылман мен христиан бірдей құрметтейтін Омар сатысы бар. Жаратушы мен адамзат арасындағы соңғы өркениетті мәңгіге аманаттау үшін Омар халиф соңғы пайғамбардың сахабаларынан рухани кеңес құрды. Соңғы пайғамбардың асырап алған баласы Зайд ибн Сәбиттің басқаруымен Мұхаммедтің айтқанының барлығын күллі мұсылманның қасиетті кітабы Құранды жинақтады. Омар халиф Құран сөзін өзі тексеріп шықты. Ол күні бүгінге дейін сол Омар қабылдаған күйінде тұр. Мәжуси символдарынан ада ислам, ортақ Йохиди дарағының христиан діні сияқты бір тармағы. Жаратқанның ырқымен ислам жер бетіндегі соңғы дін, ал Мұхаммед соңғы пайғамбар болып саналды. Мұхаммед пайғамбардың ілімінде сол заманның шөл дала тұрғындарының салт ғұрпына жақын заңдар да, болашаққа бағышталған сыр түріндегі ғарыш заңдары да бар. Көп кезеңге арналған 7 сатылы циклдан тұратын эволюция заңы жайлы Құранның 71-ші Нұх сүресінде айтылған. Ол сендерді кезеңдерге жатқызып жаратқан. Алланың 7 қат көкті қатар-қатар етіп жаратқанынан көрмейсіңдер ме? Оған айды жарық етіп,
күнді шам етіп орнатты. Алла сендерді жерден өсімдік етіп өсірді. Одан кейін сендерді сол топыраққа қайтарды. Эволюция сатылары жайында Құранның 70-ші Мағрыж сүресінде айтылған. Ол азап дәрежелі баспалдақтың иесі Алладан. Оған 50 мың жылда шығаратын жолды періштелер мен рух бір-ақ күнде өтеді. Жаратушының бір күнін Әзірейіл кернейлетіп, махшарға шақыратын мың кесіндіге бөлінгенде әр кесінді 50 жылдық болып шығады. Дүниеге келіп, перзентіңе өмір сыйлауға және биік сот алдына рухани дайын болып келу үшін бұл уақыт әбден жеткілікті. Құбылу заңы 3 өсиетке қайшы келмейді. Құранның 40-шы Ғафыр сүресінде былай делінген: олар иеміз, сен бізді 2 мәрте өлтіріп, 2 мәрте тірілттің. Күнәмізді аян етеміз. Осы тығырықтан шығар жол бар ма? Жердегі тіршілік еткеннің барлығы да Нұх кезінде топан су қаптағанда ажалды танып, содан соң жаратушы мен адамзат арасындағы бірінші өсиеттен бұрын тірілтілген. 3 өсиет келісімінен тысқары қалғандар да құбылу заңына сай тіршіліктің эволюция айналымында болмақ. Бұл жайында Құранның 95-ші сүресінде айтылған. Бір адамды тамаша беделдетіп жараттық. Одан кейін біз олардың сенгендері мен ізгі іс тындырғанынан өзгесін төменнің төменіне түсіреміз. Сенгендер мен ізгі іс тындырғандарға қисапсыз алғыс бар. Карма заңы 17-ші сүреде айтылады. Әр адамның қарызын біз оның мойнына артып қойдық. Оның тірлігін күніне кітап келтіреміз. Ол кітапты адам ашық күйде табады. Өз кітабыңды оқыған ісінің есебі сенің өз ішіңде. Араб тілінің барша байлығы мен бекзаттығын пайдаланған өлең өнері тұрғысынан мінсіз арабтың асыл текті хаты мен таңбаланған Құран сөзі ғарыш заңдарын паш етеді. Ал намаздың әуезі өлмес рухты жаратушы алдына жеткізетін ғарыш вибрациясына сәйкес келеді. Аспарух Фанагория мен Қара теңіз маңайын мекендеген түркілік бұлғарлардың Дулу тайпасы патшасының ұлы. Жаугер көршілерінің тепкінінен тайпа 3-ке айырылды. Тайпа ханы Құбраттың әмірімен бір шерік тайпаластары қуғыннан құтылып жаңа отанына жету үшін өзін құрбандыққа шалды. Бір буын солтүстікке кетіп, бұлғар патшалығын құрды. Кіші ханзада Аспарух өзіне тиесілі тайпа бөлігін алып, батысқа, Днепр арқылы Балқанға, Спартак туып өскен Дунай жағасына аттанды. Басқыншы болып келген Сахара перзенттерін оңтүстік славян тайпалары құшақ жая қарсы алды. Олармен әскери одақ құрып, одаққа олардың атауын берді. Бұл феноменді тек осы Спартак есімімен байланысты ғана түсіндіруге болады. Аспарух хан өзінің батысқа бағытталған карма сапарын жалғастырды. Түрік пен славянды біріктіріп, Спартактың бұрынғы отанында жаңа мемлекет құрды. Бұл құбылу жеңімпаздың түрік-славян кармасының басы. Роланд. Француз маркграфы Роланд Леонидтің ерлігін қайталап, Пиренейдегі Ранцевал сайында қаза тапты. Испанияның бостандығы үшін күрескен Роланд болашақ испан тәжімен ұнамды карма байланысын қалыптастырды. Сондықтан да аты шырқаған жат жұрттық Колумб мұрат тұтқан теңіз саяхатын ақыр соңында тап осы Испаниядан ғана бастай алды. Кезбе әнші министралдар жырлаған Роландтың өткір семсері Дюрандал кейін ақсарбас түнек күштерін күйреткен ғарыш семсеріне айналды. Мефодий. Грек қаласы Салоникиде стратег әскербасы отбасында дүниеге келді. Шеріктердің бастығы болып үлкен мансапқа қол жеткізді. Кейін рухани жолға түсіп, бауыры Кириллмен бірігіп қасиетті кітапты уағыздауға көшті. Славян жазуын жасап, қасиетті кітапты славян тілдеріне аударды. Кирилл бауыры екеуі Болгарияда ғана пана тауып, мұратына жетуге мүмкіндік алды. Аспарух хан ұрпақтары Сахара салты карма заңына сай бұрынғы
патшасын жылы қабылдады, ал кейін ағайынды екеуі жеткізген дінді де қабылдады. Мефодий діндар уағызшы ретінде 7 сатылы циклды тұйықтайды.